біз қалай ұбт есептерін оңай шығаруды қарастырамыз. Мысалы, бізге бір есеп берілсін, номер 1. Бізде жақшаның ішінде синус 2 альфа қосылған 3 косинус 2 альфа. Сыртында квадрат қосылған косинус 2 альфа минус 3 синус 2 альфа шансында квадрат. Бұл осы ұзақ есепті біз ашып қиындатқанша біз жай ғана қалай оңай шығарамыз, альфаның орнына, берілген бұрыштың орнына жай бір мән берсек, мысалы 45 градус деп алсақ, бізге синус 45 көбейтілген 2, ол бізде 90. Синус 90-да ол бізге мәні 1-ге тең, косинус 2 альфа. Мұнда бізде 90, косинус 90-да 0-ге, қосу 0, сыртында квадрат. Қосылған, мұнда да косинус 90 0, минус 3 көбейтілген синус 91, сыртында квадрат. Сонда бізде 1 қосылған минус 3-тің квадраты 9, тең болады 10. Енді екінші есеп. Мысалы, бізге осындай бір есеп берілсін. 1 бөлу А қосылған 1 бөлу Б қосу 1 бөлу С. Тең болады 1 бөлінген 8. Бұл есепті біз қалай табамыз? Мұнда жауабында тұрған 1 бөлу 8-ді біз бөлшек ретінде алсақ, типа 1-ді 8-ге бөлген кезде біз жауабы қанша? 0,125. Енді біз осы жауапты қалай басқаша жаза аламыз? Оны жазу үшін біз мысалы 0,1 қосылған 0,100-2 қосу 0,5. Енді бұл өрнекті біз қалай басқаша жаза аламыз? Жазу үшін біз 0,1, ол бізде 1 бөлінген 10 ғой. То есть, үтірден кейін қанша сан болса, мұнда сонша 0 қоя саламыз да. Қосу, мұнда 2 бөлінген 2 сан тұр, значит 2 0 қоссаңыз, 100 қосылған 5 бөлінген 1000. Бұны қысқартсақ, 1 бөлу 10 қосылған 1 бөлу 50 қосу 1 бөлу 200. И сонда А, Б, С бізде 10-ға, 50-ге және 200-ге тең болады. Енді тағы бір есеп қарастырайық. Мысалы, бізге 3-тің n дәрежесі қосу 3-тің m дәрежесі тең 324. Біз қалай бұл есепті шығарамыз? Мысалы, бұл есепті шығару үшін біз алдымен мұнда бізде 3-тің дәрежелері берілген. То есть біз жауабында сол 3-тің дәрежесін келтіруіміз қажет. Сонда бізде 324 дегеніміз не? 324 ол бізде 162 мен 2-нің көбейтіндісі. Ал 162 дегеніміз ол 81 мен 2-нің көбейтіндісі. Ал 81 дегеніміз не? 81 ол бізде 3-тің белгілі бір дәрежесі. Ол бізде 3-тің 4 дәрежесі. Көбейту 2. Сонда 2 көбейту 2 ол бізде 4. Ал 4 дегеніміз ол бізде 1 мен 3-тің қосындысы ғой. Сонда біз оны 3 қосу 1 деп жазып алсақ. Ал 1 ол бізде 3-тің 0 дәрежесі. Сонда 3-тің 4 дәрежесі көбейту 3-тің 1 қосу 3-тің 0. Енді осылай жақшаны ашсақ толық 3-тің 4 көбейту 3-тің 1 қосылған 3-тің 4 көбейту 3-тің 0. Сонда бізде болады 3-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тің 4 дәрежесі. И n мен m-іміз бізде 5 пен 4-ге тең. Енді тағы бір есеп қарастырайық. Мысалы, бізде
бізде белгілі бір функция берілсін f алымында 2x минус 3 бөлігінде x қосылған 4 тең болады x квадратқа. Бізге осы берілген функция, бізге енді оның fx-ті тап. Біз оны қалай табамыз? Біз алдымен осы берілген функцияны t-ға теңестіріп алсақ, сосын x-ті t арқылы өрнектейміз. То есть 2x минус 3 бөлінген x қосылған 4 тең t. Осыдан бізге x-ті табу керек. X-ті табу үшін біз бөлінген бөлімін көбейтумен жүреміз. 2x минус 3 тең t көбейту x. x қосылған 4t. Енді біз x-тарды отдельно жинасақ, 2x минус tx тең 4t плюс 3. X-ті жақшаның сыртына шығарсақ, x, онда 2 минусты қалады, 4t плюс 3. И x-тен мынау көбейту бөлумен кеседі, 4t плюс 3 бөлінген 2 минусты. Бұл бізде получается f-ті тең болады 4t плюс 3 бөлінген 2 минустының квадраты. Бұл бізде жауабы. Енді тағы бір есеп қарастырсақ, мысалы бізге мұнда есеп берілсін. f от x мұнда 3x минус 5 тең 6x минус 9. И бізге осыны табу керек. Біз бұны қалай табамыз? Біз бұны табу үшін осы берілген x-ті t деп алсақ, онда тең t. Осы өрнектен x-ті t арқылы өрнектейміз. То есть, онда 3x-тен t қосу 5, x-тен t қосу 5 бөлінген 3. Енді f-тіға біз білген t қосу 5 бөлінген 3 минус 9. Мынаны апарып қойдық. Да, қысқарадым. Сонда болады 2t қосу 5 минус 9. Тең болады 2t плюс 1. Сосын біз осының орнына 2-ні қоямыз, потому что бізге 2-ні табу керек қой. f2-ні қойса, онда осының орнына біз 2-ні қоямыз, t-ның орнына. Сонда біз 2 көбейту 2 қосылған 1 тең болады 5. Енді соңғы жауабын табу үшін қайтадан осы өрнекке осы тапқан өрнегіміздің жауабын қоямыз. Сонда 2 көбейтілген 5 қосылған 1 тең болады 11-ге. Болды.